Баршаңызға қайырлы күн, сіздермен Төлеуқұл Айзат. Менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен өте дәмді етпен жасалған хие салатының рецептісімен бөлісетін боламын. Видеоны көрмес бұрын менің YouTube каналыма және де Instagram парақшама тіркеліп қоюды ұмытпаңыздар. Салатқа қажетті барлық ингредиенттер мөлшерімен видео астындағы сипаттамада жазылған. Ең алдымен сиырдың таза майсыз етін осылай ұзыншалап турап аламыз. Кейін осындай қуыратын табаға 90-100 грамдай сұйық майды құйып, етімізді бірден саламыз. Араластырмай үстіне соя соусын, 2 шай қасық тұз және 2 шай қасық сәбізге арналған дәмдеуішті қосамыз. Және бірден пештің ең баяу отына қоямыз. Келесі кезекте бір бас сарымсақтың 3 түйірін ұсақ үкіштен өткізіп, етімізге қосамыз. Және ұсақталған қара бұрыш қосып, табаның қақпағын жауып қоямыз. Келесі кезекте біз сәбізді ұзын үкіштен өткіземіз және қалған барлық сарымсақты ұсақ үкіштен өткізіп, сәбізімізге қосамыз. Кейін жарты шай қасық тұз және арнайы сәбізге арналған дәмдеуіштен 3 шай қасық, менде чим-чим фирмасы, және сәбізге арналған құрғақ дәмдеуіштен де 1 шай қасық қосып, барлығын жақсылап араластырамыз. Осы аралықта пісіріп жатқан етіміздің өзінің суы шықты. Естеріңізде болсын, біз етке мүлдем су қоспаймыз, ол өз шырынында пісуі тиіс. Енді осылай араластырып, араларын жақсылап ашып, қақпағын тағы жауып қоямыз. Келесі кезекте шалғамды ұзын үкіштен өткіземіз. Және келесіде видеода көрсетілгендей тәтті бұрыш пен қиярды да тураймыз. Қиярдың артық суын кетіру үшін сәл тұз себеміз. Табадағы етіміз 1 сағаттан астам уақыт тұрған соң, орташа отқа қойып, суын азайтамыз. Менде толық еттің пісуіне 1,5 сағат кетті. Қиярдың артық ылғалын төгіп тастап, барлығын біріктіріп араластырамыз. Салатымыз дайын. Бұл өте дәмді етпен жасалған хие салатын сіздерге міндетті түрде дайындауға кеңес беремін. Видео ұнаған болса, менің каналыма тіркеліп, лүпіл басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар. Алда каналымда өте көп әрі ерекше рецепттер болады. Сіздермен болған Төлеуқұл Айзат. Баршаңызға сәттілік.